10 сынып, қазақ әдебиеті пәні, 8 сабақ. Тақырыбы Шахимардан Құсайыновтың «Томирис» пьесасы. Оқу мақсаты әдеби шығармадағы көтерілген мәселелерді ұлттық мүдде тұрғысынан ашады. Шахимардан Қабиденұлы Құсайынов 1952 жылы 6 сәуірде Қарағанды қаласында Тау-Кен инженерінің отбасында дүниеге келді. 1969 жылы орта мектепті, 1975 жылы Қарағанды мемлекеттік медициналық институтын бітірді. Содан кейін Қарағанды, Қостанай қалаларында әртүрлі медициналық мекемелерде жұмыс істеді. 1980 жылы Мәскеу қаласындағы Максим Горький атындағы әдебиет институтына түсіп, 1988 жылы драматургия факультетін тәмамдады. Ол Республикалық Қуыршақ театрында, Қазақфильм киностудиясында, Қазақстан Жазушылар одағында қызметтер атқарды. 1982-2000 жылдар аралығында әдеби шығармашылықпен айналысты. 1980 жылдан Жазушылар одағының мүшесі. Оның әдеби қауымға таныс аты Шахимардан. Шахимардан Құсайынов 2006-2009 жылдары Сүлейменов атындағы Шығыстану институтында докторантурада оқып, жоғары білікті кәсіби мамандар дайындау жүйесінен өтті. Осы уақыт аралығында Қожа Ахмет Яссауи мұрасына қатысты мәселелерді терең зерттеумен айналысты. Сонымен бірге ол көркем аудармаға да мол үлес қосты. Жүсіпбек Аймауытұлының Ақбілек, Қартқожа романдарын орыс тілінде сөйлетіп, жазушы шығармаларын насихаттауда көп еңбек етті. Қалихан Ысқақ Шахимардан Құсайыновтың «Томирис» қазақтар пьесасын қазақ тіліне аударды. 2000 жылы «Томирис» трагедиясы Мұхтар Әуезов атындағы мемлекеттік академиялық драма театрында қойылды. Сонымен бірге Сұлтанмахмұт Торайғыровтың Қамар сұлу шығармасын сахналап, драматургия бойынша театр ұйымдастырған байқаудан бірінші орынды жеңіп алды. Оның «Ерліктің 2 сағаты» пьесасы және «Қазақтар трагедиясы» Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің 1-ші дәрежелі сыйлығына ие болды. Ғылыми басылымдарда 60-тан аса ғылыми мақаласы жарияланды. Оның еңбектері үшін 2013 жылы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағы берілді. «Томирис» пьесасы сақтар қазіргі Қазақстан, Орта Азия мен Шығыс Түркістан жерін мекен еткен тайпалар. Мекен еткен жері сақталған әдет-ғұрыптары жағынан сақ, массагеттер, сармат тайпалары түркілердің арғы ата тегі деп танылған. Ежелгі сақ, ғұн тайпалары түрік қағанатын құраса, бертін келе олардың құрамында Үйсін, Қаңлы, Қыпшақ, Найман, Керей тайпалары болған. Осы тайпалар атынан кездесетін рулар бүгінде түркі халықтарының көпшілігінде кездеседі. Осы дәуірде де ел мен жер үшін шайқастар жиі белес алған. Тұран мен Иран елі арасындағы шайқастарда ерекше ерлігімен танылған батырлар туралы аңыз әңгімелер мен дастандар ауыздан ауызға тарап отырған. Томирис, Шырақ, Алып Ертонға, Шу, Аттила, Ергенехан, Күлтегін ежелгі түркілердің ерлікке толы жауынгерлігінен хабар беретін дастандар. Енді бұл тапсырмада Томирис пьесасының шығармадағы мәселесі, мәселенің өзектілігі неде, мәселенің туындау себебі, мәселе қалай шешілді, мәселені қалай шешуге болар еді деген сұрақтарға жауап береміз.
Келесі тапсырмада сұрақтарды талқылап, ойларыңызды ортаға салыңыздар. Томиристің ерлігі қазіргі қазақ қызының бойынан табыла ма? Шығармадан ұлттық намыстың белгісі деп нені таныр едіңіз? Кейіпкер бойындағы өрлік пен батырлықтың ұлт мүддесіне әсері қандай? Шығармада атамекенге сүйіспеншілік, ел қорғау көріністері қалай суреттеледі? Шығарманың тәрбиелік маңызы қандай? Келесі тапсырмада сақтарға тән мінез, ұлттық рух несімен ерекшеленеді? Сыни пікір жазу. Рефлексия пирамидасы. Сіз үйренген 4 нәрсе, сіз бұған дейін білген 3 нәрсе, сіз көбірек білгіңіз келетін 2 нәрсе, есте сақтау керек маңызды 1 нәрсе. Үйге тапсырма. Бүгінгі қоғамда ел басқару ісіндегі нәзік жандылардың орны қандай? Халықтың бұған деген көзқарасы ше? Сендер бұл тұрғыда не ойлайсыңдар? Ой толғау жазып келесіңдер.